іздеп шыңға шықтым. Ассалаумалейкум достар, сіздер менің Қазақ Орда каналы. Видеоның басымен жетіп сіздердің тек біздің каналға тіркеліп лайк басуларыңызды сұраймыз. Барынша қолдауда болыңыздар. Және де комментария толтырып жазып тастаңыздар достар. Тек қолдаумен. Енді біздер алдыңғы видеода қазақстандық клубтарды айтқан едік. Бұл жерде өте керемет, өзінің туған өлкесінде клубтарға болеть етеді және де сонда ойнағысы келеді екен. Көбінесе бізде шабуылшылар көп екен, және де қорғаушылар осылай көбейе берсін достар, барынша сөйтіп дами берек деген оймен жазып жатқаным. Енді бүгін бізде FIFA Mobile'да және сіздерге бір лайфхак. Көптеген қазір уақытта 100% демек, енді қазір ойнайтындардың, FIFA-дан ойнайтындардың 100% былай айтқанда барлығы қазір 108 плюс ойыншыны алып алды. Қазір көрсететін ойыншылар бұлар. Өз басыма Дио Силва шыққан еді. Бұл жерден Дио Силваның орнына міне қаншама ойыншы бар. Бұлардың алғашқы бағасы 200 миллиондай болған еді. Қазір бірден түсіп кетті, 98-95 миллиондай болды. Себебі неге достар? Бұл FIFA-ның берген жаңа карточкалар еді. Бұл Криштиану Роналдо сияқты емес. Криштиану Роналдолар шыққан кезде 30 миллион, 40 миллион болған еді. Қазір бағасы күрт өзгерді, 93 миллионға барды. Осы бір апта бұрын қайттан түсті, 80-75-ке шейін түсті де қайттан 93-ке көтеріліп кетті. Бұлар ондай болмайды достар. Бұл ойыншылар болды, уже FIFA-ның жаңа версиясы шығады осы айдың соңына қарай. Сондықтан да бұл ойыншылар қатты не істемей қойыңыздар, бірден сатып алмай қойыңыздар. Сіздерге ең біріншіден және де ең бірінші сатып жіберуге алғашқылары болып, енді сатып алуларыңызға болады. Мына жерде 999 емес, шанс бар. Себебі бұлар қазір 30 миллионға шейін барады, және де одан кейін де көтеріліп кетуі мүмкін. Себебі соңына қарай FIFA-ның рейтинг көтеру үшін бәрі тырысады, сондықтан да үлкен рейтингті ойыншыларды алады. Сондықтан асықпаңыздар, сіздерге түссе, ең біріншіден бұл жердегі жаңа ойыншыларды сатпауларыңыз керек әзірге. Бұлар қайтадан сол Криштиану Роналдо сияқты көтеріліп кетуде мүмкіндік бар, себебі сол бағытта тұрады. Бұлар енді одан 30 миллион, 40 миллионға шейін түседі, одан кейін қайтадан резко көтерілетін болады. Енді сатып жіберсеңіздер, сіздер ұтыласыздар. Білмеймін, сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, ол өз еріктеріңізде. Міне көрдіңіздер ме, уже 81 миллионнан Мбаппелерің бітіп жатыр, уже мүмкіндік жоқ деген. Мартинестер енді көп, Дио Силвалар көп, мысалы, оларға енді көбінесе осы ойыншылар түсті ғой енді. Мына жердегі ойыншылардың бәрі бірден бітеді, шыны керек. Көп бағытта бұл жерде Мбаппесі бар, Месси барларға енді көп вариант түседі, және де обзор түсіруге деп болады бұл ойыншыларға. Енді сіздерге айтатынымыз, барынша тек ойыншыларды жинай беріңіздер, рейтингті көтеріңіздер, барынша өздеріңіздің неңізге байланысты рейтинг көтерген сайын келесі жаңа версияда жаңа ойыншылар алуға FIFA өзі бірден береді, рейтингіне байланысты ойыншыларды бірден береді, және де сіздер бірден келесі FIFA-да жаңа бірден көтеріп кетуге мүмкіндік болады. Осылай достар, 108-ді сату өздеріңіздің ойларыңызда. Ең біріншіден сатпайым десеңіздерді өздеріңіз еркілеріңізді асықпай сатуларыңызға болады, сондықтан да асықпаңыздар. Қазір сатып жіберсеңіздер де өкінбейсіздер, бірақ ол көрдіңіздер, манаға бұл жердегі Мбаппелеріңді сатып жіберуге болады. Мысалы, Дио Силва, Беллингхамдарды қарайтын болсақ, бұларды сату енді асықпайды, бір-екі күнде өтуде мүмкін бұл бағада, бірақ одан бетер түсіп жатыр, өздеріңіз көріп отырсыздар. Ешқандай бір не көріп тұрған жоқпын. Одан кейін бірден көтеріледі, сол кезде өкініп қалмасаңыздар деген ойда түсіріп жатырмын достар. Бағалап, сондықтан да не істеп жіберіңіздер. Біздер қазір кішігірім пактарым бар еді, соларды ашып жіберейік, көреміз не болса да. Осындай лайфхактар ұнап жатса достар, арнаға тіркеліп барынша лайкпен қолдасаңыздар болғанына. Қарапайым пактар еді, дым шыққан жоқ, бұл жерде де ойыншылар жоқ вообще. Бұл айтқанда, волкаут, бірден күтпеген волкаут, марокколық дейді. Амрабат деген опорник шықты бұл жерде. Наградаларды көреміз қазір. Мына жерде 90 плюстер бар еді. Соларды ашып көрейін.
кім шықса да әйтеуір біреу шығады ау деген оймен жүріп жатырмын. Көрейінші, бұл жерде кім шығады екен? Волкаут, иә. Қандай ойыншы? Булич болсаң жоқ. Қорғаушы Зиммерман да бар еді, бірақ Лонг деген қорғаушы шыққан екен. 80 плюстерді көрек. Может, бұл аяқтан да шығып болуды мүмкін. Ашып көреміз барлығы. Мүмкіндік бар кезде. Жоқ. Ло Челзо деген ойыншы шықты. Көрек, бұл жерде де кім бар екен? Жерде 100 мың кетті. Және соңғы багымыз португалиялық Бернардо Силва деген ойыншы шыққан екен. Осылай достар, лайфхагым осы, сіздерге айтып жатқаным. Асықпаңыздар, ол өздеріңіздің еркілеріңізде. Ең біріншіден сол көп сөйледіңіз демеңіздер, көп сөйлеп жатсам да айып етпеңіздер деген ойымда. Осылай сіздерге кішігірім кеңесімді айтып жатқаным ғой. Оны өздеріңіз білесіздер, қабылдамаймын десеңіздер. Ал достар, видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.